Кеттік, келесі есеп функция туралы екен. Енді функцияны мына есеп түсіндірместен бұрын функцияны түсіндіріп жіберейін кішкене. Өйткені кейбір оқушылар оның есепше өтпеген болуы мүмкін, кейбір оқушылар өткен болуы мүмкін. Енді кейбір оқушылар өтсе де өтпедік деп айтуы мүмкін. Сол үшін бірінші функция туралы кішкене керекті, ең маңызды деген заттарды айтамын. Тек өйткені негізі функция деген үлкен тақырып. Ол келесі 7-ші сыныпта 8, 11-ші сыныпқа дейін ол келе береді, ол бәрібір тоқтамайды. Сол үшін маңызды тақырып, үлкен тақырып. Бірақ енді 6-ші сыныпта тек қана бастан ғана өтесіңдер. Қатты қиын деп ойламаймын негізі. Сол үшін бірақ басын дұрыстап түсініп алуларың керек оқушылар. Кеттік. Енді функция деген ол бізде негізі fx деп беріледі. X'тен f деп оқылады. И бір любой функция, мысалы x плюс 2 деген бір функция. Енді осы функцияның не ол үшін функция деген? Функцияда мына x деген ол бізде аргумент деп айтылады. Аргумент деп айтылады. Ал fx деген x'тен f ол бізде функция деп айтылады. Ол не үшін айтып жатырмын? Өйткені сендер түсінулерің керек, аттарын білулерің керек. Өйткені кейбір есептерде айтып тұруы мүмкін, мысалы аргументі там 5-ке тең или функциясы 3-ке тең деп тұруы мүмкін. Сол кезде түсінулерің керек, не туралы айтып жатыр. Мысалы аргументі 5-ке тең десе, значит x тең 5-ке деген сөз түсінуің керек. Или функция там 2-ке тең десе, значит f от x тең 2-ке деген сияқты, соны түсіндірулерің керек. Енді ол бізде неге x-тен f деп оқылады? Потому что функция ол x-ке тәуелді. X дейтін ол тәуелсіз айнымалы. Так, мынау тәуелді. Не үшін? Өйткені біз x-ның орнына бір қандай да бір сан қойсақ, функция соған тәуелді болып басқа бір сан шығады. То есть басқа бір сан деген бір сан шығады. Мысалы қараңдар, x тең, x-ның орнына, допустим, 3-ті қойдық. f, значит, x тең 3 болса, мына функциядағы x-тардың орнына 3-ті қойып шығамыз. Деген сөз. Сонда бізде функциямыз 5-ке тең болады. Түсіндіңдер, значит, функция x-ке тәуелді, x-ның орнына 3-ке қойғанымыз үшін функциямыз 5 шығып тұр. Мысалы, x-ның орнына -1 қойсақ, функцияда x-ның орнына -1 қойып шығамыз. Сол кезде бізде функциямыз 1-ге тең болады. То есть функцияда x-ның орнына қандай сан қойғанға байланысты функцияның мәні өзгеріп тұрады. Сол үшін x ол тәуелсіз айнымалы, ал функция тәуелді айнымалы. Өйткені функция x-ке тәуелді болып тұр. Так, енді x-тің орнына, f от x-тің орнына біздер y-ті жаза аламыз. Функцияда y деген ол функциямен бір, сол екеуі бір зат. Екеуі бір-біріне тең. То есть мына жерде тұрған y деген ол то же самое f от x сияқты. Екеуінің айырмашылығы жоқ. Так, басқа не дейін. Тағы да бірнеше заттар айтуға болады, негізі маңызды заттар. Бірақ қазір енді есепті шығаруға бағытталайық та. Енді осыған байланысты есепке байланысты графикті сызып үйренейік бірінші. Қалай сызамыз? Мысалы, мына осы функцияның графигін сызамын. f от x тең x плюс 2. Ол үшін, так, координат сызайын. Не істейміз? Кесте сызу керек біз. Так, координатада бізде мына түзу, ол x координатасы болады. Ал мына түзу бізде y координатасы болады. X координатасын бізде басқаша абсцисса деп айтады, ал y координатасын бізде ордината деп айтады, ордината деп жазылады. Так, бұлардың да аттарын білу керек, өйткені кейбір есептерде сұрап қалуы мүмкін. Сұрамауы да мүмкін, енді бірақ жатқа білуің керек. Так, енді қараймыз. Кестені толтыру керек біз график сызу үшін. Кестені қалай толтырамыз? Кестеде x-тің орнына бір любой бір сандар қоямыз. Мысалы, 0-ді қоямыз. Бізге ыңғайлы сандар қоямыз, енді любой дегенде там бөлшектер или басқа қиын сандар қойып қоймай, өзімізге ыңғайлы сандар қоямыз. Мысалы, x-тің орнына 0 қойсақ, мына жерге 0 қойсақ, 0 плюс 2 ол бізде 2-ке тең. Значит, функциямыз 2-ке тең болады. Мына жерге мен f от x-тің орнына y-ті жазайыншы. Айырмашылық жоқ деп жаңа айттым ғой. Так, енді x орнына мысалы тағы да бір басқа бір 1-ді қойсақ, мысалы, уже мына жері 3 шығады, дұрыс па? Мысалы, 3-ті қойсақ 5 шығады деген сияқты ғой. И сөйтіп әртүрлі сандар қоюға болады. Енді қараймыз, осы нүктелерде, мына нүктелерде мына графикте неде координатада белгілеу керек. То есть бірінші мына нүкте 0,2 деген x тең 0-ге, y тең 2-ге деген нүкте ғой, 0,2 деген. Ол нүкте бізде қай жерде тұрады? X тең 0-ге, y тең 2-ге болса, примерно осы жердегі нүкте осы болады. Енді келесі екінші мына x тең 1-ге, y тең 3-ге деген нүкте. Ол x 1 болса, y тең 3. Мына жердегі нүкте. Дұрыс қой? Үшінші нүкте 3 5 болса, ол примерно 2 болса, 3 жерде болсын. 4 болса, 5 жерде болсын примерно.
ол мына жердегі нүкте. Енді осы нүктелердің бәрін енді тағы да басқа нүктелер сызуға болады. Бізге екі нүкте де жарайды негізі. Осы нүктелерді былай бүйтіп қиылыстырсақ, түзу сызсақ, ол бізде мына функцияның графигі болады. Не ол график деген? Не нәрсені білдіреді? Бұл жердегі графиктің үстіндегі кез келген бір нүктені алсаң, мысалы мына нүктені алсаң, осы нүкте дегенде x-ің орны бар ғой, өзі x бар ғой. Сол x-ті апарып мына жерге қойсаң, функцияның орнына апарып қойсаң, y осы нүктедегі y-тің мәні шығады. Түсіндіңдер ме? Мына жерде x-ті мына жерге x-ке апарып қойсаңдар, мына жерде y, мына жерде y болып шығады. То есть ол не деген сөз? Мына графиктегі кез келген любой бір точканы алсаң, мына функцияға апарып қойсаң, сол x пен y-ті ол дұрыс болады деген сөз. То есть мына график, мына функцияның жауаптары ғой, былайша айтқан кезде, бүткіл жауаптары. Ол жерде бөлшек болсын, бүтін болсын, қандай да бір нүктені алсаң, апарып қойсаң, бәрібір ол дұрыс болады деген сөз. Дұрыс болады, короче. Түсіндір ғой, примерно. Енді бұл тағы да есептер шығару керек, анау жасау керек, бірақ максимально түсіндіруге, тез түсіндіруге тырысып жатырмын. Так, енді мына жақта сондай график берілген, мына график берілген. Енді оның мына жерде функцияның k-ны табу керек қой. Енді k мен b-ны таба аламыз біз. Оны қалай табамыз? Мына графикке қараймыз. Бізде екі точка керек бізге. Мына жерде мына точка бар. Ол бізде x-те бізде 3-ке тең, y-те 0-ге тең болып тұр ол жерде. И мына точка бар. Ол точкада наоборот x 0-ге тең, y минус 2-ге тең. Енді осы нүктелерді қою арқылы k мен b-ны таба аламыз. Мысалы, бірінші мынаны қою керек. Қойсақ болады. Өйткені, қара, y-дің орнына минус 2-ні қоям, x-дің орнына 0-ді қоям. Сол кезде мына 0 болып кетеді да, біз бірден b-ны тауып ала саламыз. B-ны таптық, енді k-ны табу керек. K-ны табу үшін екінші нүктені қоямыз. y-дің орнына 0 қоям, x-дің орнына 3-ті қоям. Сонда 3k болады енді. Енді b-ны біз уже орнына минус 2-ні қойсақ болады, уже b-ны тауып алдық. Енді мына b-ны мына жаққа жіберсек минус 2, плюс 2 тең 3k. 3-ті бөліп жібереміз, сонда k тең 3-тен 2 деп жазуға болады. Сонда бізде k-ны тап деп тұр, мына жерде k коэффициентін табыңыз деп тұр. Біз тауып алдық. 3-тен 2 ол бізде c-ға тең деген сөз. Енді былайша айтқан кезде мына функцияны тауып кете салайық, сразу осы жерден. Ол жерде y дейміз, тең k-ның орнына k-ны жазамыз, 3-тен 2-ні жазамыз, b-ның орнына минус 2-ні жазамыз. Өйткені олар соған тең, біз оны жаңа ғана таптық. Түсіндір ғой, значит, мына түзу, мына график, мына функцияның графигі деген сөз. Ол просто так сызып қойған график емес, короче. Түсіндір ғой, былайша айтқан кезде, мына жерден тағы да есепте шығару керек, кішкене бекіту керек. Бірақ осы есептің шығарылуы осылай. Түсінбесеңдер тағы да бір-екі рет қарап алыңдар, немесе тағы да басқа ютубтан функцияға байланысты түсіндірмелер қарасыңдар болады. Келесі 9-шы есеп оңай негізі. X тауып аламыз. X дейтін жерде минус 17-тен 6 шығу керек. Оны шығарып отпаймын. И так та өздерің шығара алу керексіңдер. Оны салыстырамыз потом. Салыстырамыз дегенде қай аралықта орналасқан деп тұр ғой. Енді мынаны қойып қараймыз ғой, мына жерде x-тің орнына. Қайсысының дұрыс келеді екен? Аға келмейді. Не үшін келмейді? Өйткені минус 17-тен 6 мен минус 4-тен 3 салыстырсақ, 4-ті 6-ға өтеміз, минус 24. 17-ні минус 3-ге өтеміз. Ол бізде минус 51. Минус 24 үлкен ғой минус 51-ден қарағанда. Сол үшін минус 17-тен 6 үлкен болады. Минус 24 минус 51-ден қарағанда үлкен, оны білесіңдер ғой. Минус сандар кіші болған сайын үлкен бола береді. Сонда минус 17-тен 6 ол кіші емес, мына жерде келмей тұр, наоборот үлкен болып тұр. Так, b тоже келмейді. Не үшін? Тура солай салыстырамыз мынадай. X ол бізде минус 17-тен 6, ана жерде минус 3-тен 2-ден салыстыру керек. 3-ті 6-ға көбейтсек минус 18, 17-ні 2-ге көбейтсек минус 34. То есть, мына жерде минус 18 тоже санаты үлкен болған үшін минус 17-тен 6 үлкен деген сөз. То есть, мына жердегісі тағы да келмей қалып тұр. Өйткені x ол бізде минус 3-тен 2-ден кіші емес, ол наоборот үлкен болып тұр. Енді c болатын түсінікті, потому что ол плюс емес. Так, түсінікті көрейін. Енді шеңбердің радиусы 10 есеп тоже оңай. Формула дейтін s тең c тең 2 көбейту радиуста 2πr арқылы. Енді орындарына қоямыз, просто 2 көбейту 3,14 көбейту радиус бізде 36-ға тең дейді. Көбейте саласында мынаны 226,8 шығады.